атындағы номер 200 мектеп лицейінің ағылшын тілі пәні мұғалімдеріміз. Есімім Рахманбай Шаттық және операторым Мамытаева Жаңагүл. Біздің мектебімізде осы апта ағылшын тілі апталығы болып жатыр. Соған орай аудан тұрғындарын қатыстырып, қызықты ойындар ойнатып, сыйлықтар үлестіріп жатырмыз. Қарсы болмасаңыздар, білім бөлімін қалай сұрақтар кетеміз. Сіздерге де жоға кетіп жөн көрдім. Бәрекелді, олай болса, шағын ойын ойнап берсеңіз. Керемет. Олай болса, баста ал бірінші ойынымызға кім қатысқысы келеді? Стопқа қоясыз. Бұл ойынның шарты, мына іздетіге былай қойып шығамын. Осы іздеті басу арқылы сіз ағылшынша сөздерді айтып, мына жерге жетесіз. Сосын мына жерге сыйлығыңызды аласыз. Good luck. Father, boys, girls, school, should be girls, boys. Ақылсынабай сандарды жақсы беремін дейді. Сандарға арналған мінекей менің қолымда ағылшын тілі кітабы бар. Қарамай кез келген бетін ашамын, сол қай беттерді, сол бетті сіз ағылшынша айтып бересіз. Түсінікті ме? Кеттік пе? Ал. Отыз жетінші бет. Good. Now the next. Менің қолымда бір сөйлем бермек бар. Сөздерге сіздер бір сөйлем құрап, соны ретімен ұстап тұрасыз. Және оқып ағылшын қазақ тіліне аударып бересіз. Мінекей. Кім бірінші, кім екінші, кім үшінші. Жоқ, қазір бастайық. Бәрекелді, өте дұрыс шықты. School is number 250 is the best school. Енді осы сөздің аудармасын үшеуіңіз бірге айтып берсеңіздер. Аудармасы 202-ші мектеп лицейі. Мектепті. Ең мықты мектеп. Ең мықты мектеп. Thank you very much. Соған байланысты аудан тұрғындарымен кішкене ойын ойнатып, жақсы көңіл күй сыйлап жатырмыз. Мына машина кімдікі, мысалы? Аға, енді біздің ойынымыздың шарты мынадай. Сіз өзіңіздің көлігіңіздің түсін және нөмірін ағылшын тілінде айтып берсеңіз, біз сізге сыйлық береміз. Сіз жеңімпаз боласыз. Айта аласыз ба? Ойланыңыз. 824. Good. Өте жақсы, және түсі қызыл. Red. Бәрекелді, ағай сарайсыз. Мынау бізге шай ішесіз. Мысалы, мына жерден, мына сөйленің соңына дейін ағылшынша сөздерді тоқтамай айтып барсаңыз. Ал, естімесем, ашын беремін осы. Өлеңді қосыңыз. Thank you, goodbye, goodbye. Ой, апа, неке сөйленің соңына да жеттіңіз. Мектеп лицейінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері боламыз. Біздің мектебімізде осы апта ағылшын тілі аптауы болып жатыр. Соған орай сіздерге, яғни аудан тұрғындарына кішігірім ойын ойнатып, және жеңімпазға сыйлық ұсынсақ. Сіздер қарсы болмасаңыздар, ойын ойнап көресіздер ме? Ағылшын тілі естеріңізге түсіріп, мектеп кездері олай болса, мынадай ойындарға мына сөздердің ішіндегі түсіп қалған әріптерді алып берсеңіздер. Осында жаза беріңіздер. Қандай керемет! Қалай жақсы оқығансыз ағылшын тілін мектепте. Рахмет, мына сізге сыйлық. Жақсы болыңыз. Біздің мектебімізде осы апта ағылшын тілі аптауы болып жатыр. Соған орай кішкене аудан тұрғындарымен ойын ойнатып, қызықты болсын деп есте қалсын деп жатқан жайымыз бар. Біздің ойынымызға қатысып берсеңіз, қарсы болмасаңыз. Мынадай тапсырма сізге. Мына ағылшын тілі сөздерінің түсіп қалған әріптерін ойланып, ағылшын тілін есіңізге түсіп тауып берсеңіз. О, бәрекелді. Бәрекелді, сіз біздің жеңімпазсыз. Сізге жақында сыйлығымыз бар. What's your name? My name is Ali. What's your surname? Atish. Nice. How are you today? I am fine. Thank
How old are you? I'm 34. Nice. Do you like coffee or cola? I like coffee. En sonunda sizlere bir görmek siz bugün de cimnazımızı siz geçen kadar Елге келдік сізде, біздің ағылшын тілі апталығымыз өтіп жатыр. Сіз өзіңіз білесіз. Сізге арналған тапсырма мынадай. Менің қолымда ағылшын тілінде жазылған жаңылтпаш бар. Осы жаңылтпашты қатесіз 3 рет және мүмкіндігінше тез оқып берсеңіз, әуелі іштей бір өзіңіз оқып алсаңыз